Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен баклажан салатын дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен керекті заттарды дайындап алатын боламыз. Бізге керегі бір дана қияр, содан соң қара помидорлар. Бұл черри помидорлары емес. Бұл помидордың адам ағзасына тигізер пайдасы өте жоғары және дәмі де өте тәтті болып келеді. Бұл қызанақты индиго роуз деп те атайды. Екі көкөністі будандастырып жасайды, немесе антоциан деп те атайды. Бұл дегеніміз диабет пен семіздікке қарсы ем деген мағынаны білдіреді. Айта кетсек, қиярдың да тигізер пайдасы өте жоғары. Қатерлі ісіктің алдын алуға пайдасы зор және де жүйке жүйені тыныштандырады. Өйткені қиярдың құрамында сулы нәрі өте жоғары болғандықтан адам ағзасындағы жүйке жүйесін тыныштандырып отырады. Баклажанға тоқтала кетсек, бұл дегеніміз қан айналымы мен жүрек жұмысын жақсартатын көкөністердің бірі болып табылады. Міне мен қытырлақ түрін жасамақшы болдым баклажанның. Осылай ең алдымен мұздай суға салып алатын боламыз, немесе суларыңызға мұз салып, осылай 5-6 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай тұзын салып, 3-4-5-6 минутқа бір шетке алып қойып, сосын төгіп алып, үстіне жүгері крахмалын қосып алдым. Содан соң қызып тұрған майымызға 2 беті қызарғанша осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай 2 беті қызарып өте әдемі алтын түстес болып шықты. Содан соң қағаз сәлеміздің үстіне салып алып, майын сырғытып алатын боламыз. Мына жерде мен дауысын арнайы сіздер үшін түсірдім. Осылай жасап жеп көрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады екен. Содан соң барлығын бір ыдысқа салып, бір тіс сарымсағымызды осылай күштен жақсылап өткізіп алып қосатын боламыз. Сіздер қалауларыңызға қарай пияз қоссаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің арнамда бұдан да өзге салаттардың түрлері бар. Көріп жасап жеп көрсеңіздер болады. Содан соң осы жаңағы қуырып алған баклажанымызды салып, оның үстінен тұзымызды, содан соң мен укроп қосып дайындап алдым. Дәмін одан қайта ерекшелеп тұрады екен. Осылай укробымызды туралатын боламыз. Өздеріңіз қанша көлемде қосқыларыңыз келеді, сонша етіп қоссаңыздар болады. Барлығын қосып болған соң үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Сонда дәмі өте ерекше болып шығады екен. Немесе сіздер 30 грамм майымызға соевый соусымызды араластырып, соус дайындап алсаңыздар болады. Солай дәмі өте керемет болып шығады екен. Мен май ештеңе қосқан жоқпын. Сіздер жай ғана майды қыздырып тұрып қосып жіберсеңіздер болады. Менің арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сіздермен болған Гүлшат. Сау болыңыздар.